Еліміз тұтынушыларының мүдделері, даулы сұрақтардың шешімдері және үнемдеудің ең тиімді жолдары. Халықтық экономика ақпараттық бағдарламасында армысыздар. Бүгін көретіндеріңіз анықтама ма, өмір ме? Неліктен кейбір дәрігерлер көшірме беруден бас тартып жатады? Суық тию мен тұмаудан екпе қорғайды. Және шипажайға жолдама алу кезінде үнемдеуге көмектесетін амал тәсілдер бар ма? Денсаулық сақтау және әлеуметтік даму министрлігінің мәліметі бойынша Қазақстанда жыл сайын шетелге ем қабылдау мақсаттары үшін миллиард теңгеден астам қаржы бөлінеді. Бір квотаға 50 мен 200 доллар аралығындағы қаражат жұмсалады. Бұл сомаға шетелге жету мен сол жерде тұру ақшасы да кіреді. Алайда аталмыш мемлекеттік көмекке қол жеткізу үшін дерттің республикамызда емделмейтіндігі туралы сарапшының қорытындысын алу қажет. Емделушінің өміріне ауадай қажет көшірмені жазудан дәрігерлер бас тартып жатса, не істеуге болады? Жауабы алда. Осыдан 2 ай бұрын Зайнединов Елдардың қызы Милаға дәрігерлер қатерлі диагноз аққан дертін қойды. Үрейлі қорытындыны қолдарын алған жас отбасының өмірі күрт өзгерді. Қымбат ота жасатуға шамалар келмегендіктен Милаға Қазақстанда емделуге квота бөлінді. Дегенмен сәбидің жағдайы күн өткен сайын нашарлай берді. Сондықтан ем шаралары Кореяда жасалатындығы туралы шешім қабылданды. Бірақ жағдайы ауыр қызға шетелдік квота беруде бас тартылды. Елдар мен Наталья төлемдерді өз мойындарына алып ем алуға аттанғысы келді. Бірақ бұл мәселеде де қиындықтар пайда болды. Шетелге емделуге дайындық жасау барысында құжаттар жинауға кіріскенімде дәрігерлерден баламның расында да ауруханада жатқаны туралы анықтама алуға тура келді. Алайда біраз қиындықтарға тап болдым. Себебі ондай қағазды ақ халаттылар бергісі жоқ еді. Біресе уақыттары жоқ, болмаса клиниканың статистикасына нұқсан келетіндіктен бере алмаймыз деп жауап берді. Егер сізге уақыттың тығыздығын, қандай да бір мөрдің басылмағандығын түсіндіріп, қажетті құжатты беруден бас тартып жатса, оның барлығы тек сылтау. Анықтама беруге қарсы дәрігердің бас тарту себебін жазбаша түрде түсіндіруін талап етіңіз. Бұндай қолхат заң бұзушылықты дәлелдеудің ресми дерегі болып саналады және шағым түсіру кезінде көмектеседі. Егер медицина қызметкері аталмыш көшірме жазып беруге келіспесе, еш тартынбастан дәрігердің үстінен арыз жазыңыз. Денсаулық сақтау басқармасына барып, ем қабылдаған аурухананың мекен жайы мен сол күні ем көрсеткен дәрігердің аты жөнін жазып, оның сізге квота беру туралы арызыңызға теріс шешім бергенін жазасыз. Сонымен қатар арызыңызда дәрігердің неліктен сіздің өтінішіңізді қабылдамағанын тізіп, ресми түрде жауап беруден бас тартқанын көрсеткен жөн. Анықтама жазудан бас тарту туралы арыздан кейінде ештеңе өзгермесе, мамандар жоғары инстанцияларға шағымдануға кеңес береді. Тек бір ғана мекен жаймен шектеліп қалмаңыз. Шағымыңызды бірден бірнеше атқарушы органдарға жіберіңіз. Бірінші басшыдан бастап шағымдану керек. Мәселен, клиникадағы бас дәрігер, одан қалса жергілікті әкім, жергілікті прокуратура, бас прокуратура, денсаулық сақтау және әлеуметтік қорғау министрлігі, яғни төменгі сатылардан бастап барлық инстанцияларға жүгіну керек. Медициналық төлемақысы шетелдегі ұйым мен денсаулық сақтау және әлеуметтік даму министрлігі арасындағы келісімнен кейін ғана жасалады. Курс аяқталғаннан кейін емделуші мен оның қасында жүрген жақындары 10 күн ішінде шетелдік клиниканың ұсынымдары жазылған анықтаманы, жол жүру құжаттары мен жасалған жұмыстар актісін тапсыруы тиіс. Есіңізде болсын, емделуге өздігінен аттанған адамдарға өзге елдегі емделу шығындары өтелмейді. Міне қызық, антибиотиктер оның шығарушысы Александр Флемингтің еріншектігінің арқасында пайда болған екен. Бактериялар дақылдары орналасқан зертханалық ыдыс жуылмағандықтан, оларды бірнеше күннен кейін зең басып көйре бастаған. Осының салдарынан бактериялар залалсыздандырылды. Құбылысқа аң-таң болған химик жойғыш затты бөліп алып, барлығына белгілі пенициллинді шығарды. Алдағы уақытта ауырып емделу қажетінің бар жоқтығы, сонымен қатар вакциналау кезінде нені білу керектігі туралы айтатын боламыз. Бүгінде аурудан қорғанудың тәсілдері жетерлік. Біреулері дәрумендер қабылдаса, екіншілері респираторлық маска тағып жүргенді жөн санайды. Дегенмен бұл тәсілдердің барлығы аурудың алдын алу мақсатында ғана қолдануға жарамды. Бір жыл бойы дертке бой алдырмаймын деушілерге мамандар екпе жасатуға кеңес береді. Бір айтатыны, бұл істе сақтық шараларын ұмытпау керек. Қазіргі таңда екпелердің сан түрі бар. Аурулардың көп бөлігінің алдын алуға вакциналар көмектеседі. Ересек адамдарға көбінесе Б гепатитіне, энцефалитке, тұмауға, туберкулезге, полиомиелитке қарсы екпе жасалады. Ал аталмыш антивирусты салдыру үшін кассаға ғана төлемейтініңізді естен шығармаңыз.
Нужно обязательно пройти. Вакцинаны қабылдамас бұрын міндетті түрде дәрігермен қарсы көрсетілетін жағдайларды сұрап білу керек. Олар әртүрлі болады. Мысалы, тұмауды айтатын болсақ, тауық жұмыртқасының белогына аллергия немесе өткір жұқпалы кезең, басқа да ауруға шалдыққан кездер. Айталық, өткір респираторлық вирустық инфекцияға немесе басқа да қызу көтерілетін ауруға шалдыққан адамға егілуге болмайды. Дерт әбден жазылғанша күту керек. Содан кейін ғана екпені сала беруге болады. Пациенты потом на здоровом фоне прививаться. Дәрігерлер вакциналау 100% қорғаныс емес екендігін ескертеді. Дегенмен ауырып қалған күнде сырқатыңыз тез және жеңіл түрде асқынусыз өтеді. Мамандар ескертеді. Екпе берік иммунитет қалыптастырмайды. Тіпті кейде ағзаны әлсіретіп, түрлі ауру жұқтыруға итермелеуі мүмкін. Сондықтан вакцина қабылдауға бел бусаңыз, оны үнемі жасатып тұру керектігін ұмытпау керек. Кейбір вакциналар қызудың көтерілуі, екпе салынған жерде аздаған қабынулар секілді қарсы әсер көрсетуі де мүмкін. Бірақ мамандар олардың тез өтіп кететіндігіне сендіріп отыр. Аталған қызмет түрін кез келген емханалар мен арнайы клиникаларда алуға болады. Олар кей жағдайларда тегін көрсетіледі. Денсаулық сақтау және әлеуметтік даму министрлігі тұмауға қарсы миллионға жуық мөлшерде вакцина алды және оларды декреттік санаттағы адамдарға қолданады. Олардың тізіміне медициналық қызметкерлер, түрлі әлеуметтік қызметкерлер, 60 жастан асқандар, балабақша қатысушылары, мектеп оқушылары. Дәрігерлердің сөзіне сенсек, екпенің 3 түрі үлкен танымалдылыққа ие. Олар тұмаудан, гепатит А мен Б, энцефалитке қарсы екпелер. Балаларға арналған вакцинациялау 2000 теңге тұрады. Ересектерге 500 теңге қымбатырақ және иммунитетті 1 жыл бойы тұмаудан қорғайды. Гепатит А-ға арналған екпе 3000 теңге шамасында болады. Гепатит Б-ға қарсы екпе 4000 теңге. Оларды жылына 2 рет салу керек. Ал әсері 25 жылға сақталады екен. Үшінші түрінің бағасы 2000 теңге шамасында болады. Жылына 1 рет кене маусымында салынады. Вакцинациялау орталығының емделушілерінің көбі 30 бен 60 жас аралығындағы адамдар. Кезекте үнемдеу жолдар атты ең тиімді айдарға кезек беріледі. Бүгін біз шипажайға жолдама алуда қалай үнемдеуге керектігін айтатын боламыз. Денсаулық зор байлық. Өкінішке орай бүгінгі заманда жиі орын алатын күйзелістер, ластанған ауа және шашаңқылық бәріміздің иммунитетімізге әсер етпей қоймайтын анық. Осындайда көмекке шипажайлар келеді. Таза ауа, минералды сулар, түрлі емдік шаралар. Бірақ бұнда ем-домды әркімнің қалтасы көтере бермейді. Себебі курорттың немесе шипажайдың санаты жоғары болған сайын жолдама құнында қымбаттай түседі. Дегенмен жолдама алу кезінде үнемдеуге көмектесетін бірнеше айла тәсілдер бар. Неден бас тартып, қандай уақытта үнемдеу туралы мүлдем ұмыту керек? Ол туралы алда айтатын боламыз. Қазақстанның көптеген шипажайлары денсаулықты жақсартуға бағытталған. Нақты ауруларды емдеумен айналысатын пансионаттарда кездеседі. Жай ғана сауығып демалуға арналған түрлерде баршылық. Онда емделіп тұрудың орташа бағасы 6000-нан 12000 теңгеге дейін жетеді. Егер дәрігер қосымша ем қабылдау керектігін айтса, онда міндетті түрде маманның тапсырмасын орындаған дұрыс. Емделуде ақшаны үнемдеуге болмайды. Одан да люкс емес, эконом класты бөлме алып, үнемделген қаражатты денсаулыққа арналған қосымша қызметтерге жұмсаған артығырақ. Үнемдеуге көмектесетін тағы бір тәсіл жолдаманы демалысқа кем дегенде 20 күн бұрын алу. Себебі бұндайда бос орындар бар болуы мүмкін. Сондықтан ыңғайлы және қымбат емес түрлерін таңдап алу мүмкіндігі көбірек. Оған қоса турға онлайн тәртібінде пансионат сайтынан тапсырыс берген дұрыс. Осылайша турфирма қызметіне ақша шығындамайсыз. Пансионатта артық шығындалмаймын десеңіз, экскурсиялардан бас тартыңыз. Одан да сол ақшаны қосымша массаж курстарына немесе емдеу препараттарын алуға жұмсаңыз. Біз минералды сумен емдейтін 2 шипажай таңдап алдық. Бірінші емханада эконом санатындағы 2 орынды бөлмеде бір адамға тәулігіне төленетін сома 8000 теңгені құрайды. Бұл нөмірлерде теледидар, тоңазытқыш пен әжетхана бар. Ем-дом тізімі стандартты. Екінші пансионатта аталған қызмет түрлерінің барлығын ұсынады. Алайда бағасы 3000 теңгеге арзан. Бұл айырмашылық шипажай құрылысының уақытына байланысты. Соңғы жаңалық, 2016 жылға қарай елімізде 350 жаңа ем орындарының есіктері ашылады. Ал осы жылдың соңына қарай Семейде ядролық медицина орталығының тұсауы кесіледі деп жоспарлануда. Келесі жылы осы сынды мекемелер Қазақстанның 5 қаласында пайда болады. Сонымен қатар 2 жыл ішінде 5 онкологиялық орталық жетілдіріледі деп күтілуде. Және аталған емхана пациенттері қажетті дәрі-дәрмектермен қамтамасыз етілетін болады. Қаржылық мүмкіндіктеріңіз бен мүдделеріңізді ұдайы жадыңызда ұстаңыздар. Сау болыңыздар.